Айдана үшін бәрі әдеттегідей басталған еді. Күн сайынғы бір сарынды өмір, оқу, үй, телефон. Бірақ сол кеш өзгеше болды. Терезеден түскен әлсіз жарық бөлмені жап-жарық қылмаса да, оның ішкі әлемінде бірдеңе қозғалып тұрғандай еді. Жай ғана уақыт өткізу үшін ол әлеуметтік желіні ашты. Әдеттегідей парақтап отырып кездейсоқ бір хабарламаға көзі түсті. Сәлем, кешір, таныс емеспіз. Бірақ сенің парақшаңды көріп сөйлескім келді. Жігіттің аты Аян. Айдана алғашында жауап бергісі келмеді. Мұндай хабарламалар оған бұрында келген. Бірақ бұл жолы бір нәрсе өзгеше еді. Мүмкін сөздерінің қарапайымдылығы ма, әлде тым сыпайылығы ма, ол өзі де түсінбеді. Бірнеше минут ойланып отырып, ақыры қысқа ғана жауап жазды. Сәлем. Сол сәттен бастап олардың әңгімесі үзілген жоқ. Аян өте ерекше сөйлейтін. Әр сөзін ойланып жазатындай, әр сөйлемі жүрекке дәл тиетіндей еді. Ол Айдананы тыңдай білетін. Оның күнделікті күйзелістері, армандары, қорқыныштары бәрін сабырмен қабылдайтын. Кейде Айдана өзіне өзі таңғалатын, мен бұған неге бұлай ашылып бара жатырмын деп. Күндер өте берді. Хабарламалар ұзара түсті. Ал түндер қысқара бастады. Айдана бұрын ешкімге айтпаған сырларын енді Аянға сеніп айтатын болды. Ол өзін бұрын соңды мұндай түсінген адам кездірмегендей сезінді. Аян да бос отырмайтын. Ол да өз өмірін баяндап беретін. Басқа қалада тұратынын, жұмысы бар екенін, жалғыз екен. Кейде өзімді ешкімге керек емес сияқты сезінемін деп жазды бір күні. Айдана экранға ұзақ қарап отырды. Оның жүрегі біртүрлі шым етті. Сен жалғыз емессің деп жауап берді ол. Сол күннен бастап олардың арасында бір көрінбейтін байланыс пайда болды. Бірақ бір қызығы, Аян ешқашан дауыспен сөйлемейтін. Қоңырау шалудан әрдайым бас тартатын. Видео туралы айтсаң, басқа тақырыпқа ауыстырып жіберетін. Ал суреттері бәрі тым мінсіз сияқты көрінетін. Тым әдемі. Тым дұрыс. Айдана мұны байқамады емес, байқады. Бірақ ол сұрақтарды ішіне бүгіп қала берді. Себебі жүрегі әлдеқашан жауап беріп қойған еді. Маған сен маңыздысың. Бір кеште Аян күтпеген сөз жазды. Егер мен сен ойлағандай адам болмасам ше? Айдана жымиып қойды. Оған бұл жай ғана қалжың сияқты көрінді. Маған бәрібір. Маңыздысы сен қандайсың, сыртта емес. Экранның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Сол үнсіздік болашақтағы дауылдың алғашқы белгісі еді. Сол түннен кейін Аян өзгере бастады. Бұрынғыдай ұзақ жазбайтын болды. Хабарламалары қысқа, салқын тарта түсті. Айдана алғашында мән бермеді. Шаршаған шығар, жұмысы көбейген шығар деп өзін жұбатты. Бірақ күн өткен сайын бұл өзгеріс анық сезіле бастады. Бәрі дұрыс па? Деп жазды бір күні Айдана. Жауап кешігіп келді. Иә, жай ғана бос емеспін. Бұрын болса ол міндетті түрде сені сағындым, қалайсың деп қосатын. Енді ондай сөздер жоғалып кеткендей еді. Айдананың ішінде бір мазасыздық оянды. Ол бұрын мән бермеген нәрселерді қайта ойлай бастады. Аянның дауысы, ол оны ешқашан естімеген. Оның күлкісі қандай? Сөйлегенде қандай интонациямен айтады? Бұның бәрі белгісіз еді. Тек мәтін, тек сөздер. Бір күні ол батылданып жазды. Аян, бір рет болса да сөйлесейікші. Даусыңды естігім келеді. Жауап ұзақ күттірді. Қазір мүмкін емес. Неге? Тағы үнсіздік. Сол үнсіздік бұл жолы ауыр сезілді. Айдана телефонды қолынан түсірмей отырды. Көздері экранда, жүрегі белгісіз бір қорқынышпен соғып тұр. Бір нәрсе дұрыс емес екенін ол енді анық сезінді. Келесі күні таңертең ол күтпеген нәрсеге тап болды. Аянның парақшасы жоқ. Жоқ түгел жоғалып кеткен. Хабарламалар бар, бірақ аккаунт өшірілгендей. Айдананың жүрегі зу ете түсті. Ол бірден басқа желілерден іздей бастады. Аты жөнін терді. Суреттерін іздеді. Бірақ ештеңе шықпады. Тым мінсіз болғаны рас еді. Сол күні кешке белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сәлем. Бұл мен.
Айдананың қолы дір ете қалды. Аян. Иә, бірақ мен саған бәрін айтпадым. Сол сәтте Айдананың ішін бір суық сезім жайлап өтті. Не айтпадым? Ұзақ пауза. Менің атым Аян емес. Экранға қарап отырған қыздың жан дүниесі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Не дейсің? Мен саған өтірік айттым. Сол сөздер экраннан шықса да, жүрекке қадалғандай ауыр тиді. Айдана жазуға тырысты, бірақ саусақтары тыңдамай қалды. Неге? Деген бір ғана сөзді әрең терді. Жауап бірден келмеді. Бірақ бұл жолы үнсіздік бұрынғыдан да қорқынышты еді. Себебі енді ол тек жауап күтпеді. Ол шындықтан қорқа бастады. Жауап түн ортасында келді. Айдана сол уақытқа дейін ұйықтай алмады. Телефонды қолынан тастамай әр дыбысқа елеңдеп отырды. Жүрегі бірде баяулап, бірде қатты соғып, тыныштығын мүлде жоғалтқан еді. Экран жанып кетті. Мен саған бәрін айтуым керек. Айдана бірден ашты. Айт. Бірнеше секунд сосын ұзақ хабарлама келді. Менің атым Аян емес. Мен басқа қалада да тұрмаймын. Және сен көрген суреттер менікі емес. Айдана дем алмай отырып қалды. Көздері мәтінді қайта-қайта оқыды, бірақ миы қабылдағысы келмегендей. Онда сен кімсің? Бұл сұрақты жазу оған ауыр тиді. Себебі ол осы уақытқа дейін жақсы көрген адам мүлде жоқ болуы мүмкін екенін алғаш рет анық сезінді. Жауап баяу келді. Менің атым Данияр. Неге өтірік айттың? Ұзақ пауза. Себебі сен мені шын күйімде қабылдамайсың деп қорықтым. Айдананың ішінде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Сонда менімен сөйлескен мен жақсы көрген адам жалған ба? Жоқ. Жауап тез келді. Сезімдерім шын. Мен саған өтірік тек сыртқы өмірім туралы айттым. Бірақ саған дегенім ол шынайы. Айдана көзін жұмып алды. Оның есіне барлық жазысқан сәттері түсті. Түнгі әңгімелер, жылы сөздер, қолдау, сен жалғыз емессің деген сөз. Солардың бәрі өтірік пе? Жоқ, олар өтірік сияқты сезілмеді. Суреттер кімнің? Интернеттен алғамын. Бұл жауап бәрінен ауыр тиді. Айдана енді ғана түсінді. Ол ешқашан нақты адамды емес, тек елесті сүйген. Неге дәл мені таңдадың? Себебі сен шынайы едің. Ал мен өзім болуға қорықтым. Бұл сөздер оның жүрегіне екі түрлі әсер етті, ашу мен аяныш. Бір жағынан ол алданды. Сенді жүрегін ашты. Ал екінші жағынан экранның ар жағында отырған адамда жалғыз болған сияқты. Енді не істемексің? Деп жазды Айдана. Бұл сұрақтың жауабы оның болашағын анықтайтындай еді. Егер қаласаң, мен саған шын өмірде жолығамын. Ешқандай өтіріксіз. Айдана телефонға қарап қатып қалды. Оның алдында таңдау тұрды. Жүрегі әлі де сол Аянды жақсы көретін. Ал ақылы Даниярға сенбе деп тұрды. Бірақ ең қиыны, ол екеуінің бір адам екенін қабылдау еді. Келесі күн ұзақ өтті. Айдана ұйқысыз түннен кейін өзін бос сезінді. Көңілінде ашу да, мұң да, сағыныш та араласып кеткен. Телефонға қарап отырып қайта-қайта сол бір сұрақты ойлады. Мен кімді сүйдім? Аянды ма? Әлде Даниярды ма? Жауап жоқ. Тек жүрек пен ақылдың үнсіз күресі ғана бар. Кешке қарай ол шешім қабылдады. Жолығайық деп жазды ол қысқа ғана. Жауап бірден келді. Рахмет. Ертең. Иә. Кездесу орны қарапайым саябақ. Келесі күні Айдана ерте келді. Ауа тыныш, бірақ оның ішінде дауыл тұрды. Әр өткен адамға қарап жүрегі дір ете түседі. Осы ма? Жоқ, бұл емес. Сосын Айдана. Ол бұрылды. Алдында мүлде басқа адам тұрды. Суреттердегі мінсіз жігіт емес. Қарапайым, сәл қысылған. Көзінде сенімсіздік бар. Бірақ бір нәрсе таныс еді. Даусы. Ол дауысты ол ешқашан естімесе де бір түрлі жақын сезілді. Мен Даниярмын. Айдана үнсіз қалды. Оның көздері жігітті зерттеп тұрды. Бұл ол күткен адам емес. Бірақ бұл онымен түндер бойы сөйлескен адам.
Кешір, деді Данияр, даусы дірілдеп шықты. Мен басқаша бастауға батылым жетпеді. Айдана терең дем алды. Сен мені алдадың. Иә. Мен саған сендім. Білем. Үнсіздік. Жел баяу соғып өтті. Бірақ, деді Айдана ақырын, сен мені ешқашан ренжіткен жоқсың. Тек өзің болмадың. Данияр көзін төмен түсірді. Мен өзім болсам сен кетіп қаласың деп қорықтым. Айдана оның көзіне қарады. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Ол шын мәнінде мінсіз бейнені емес, өзін түсінген адамды сүйген. Ал енді? Деп сұрады ол. Данияр бір қадам жақындады. Енді мен өтіріксіз сөйлескім келеді. Егер мүмкіндік берсең. Айдана ұзақ ойланды. Жүрегі әлі де ауыр. Сенімі сынған. Бірақ толық жоғалмаған. Мен бірден бәрін ұмыта алмаймын. Мен күтетін боламын. Ал егер мен қайта сенбесем? Данияр бір сәт кідірді. Онда мен ең болмағанда шын болуға тырысқан адам болып қаламын. Айдана әлсіз жымиып қойды. Бұл сөздер қарапайым еді. Бірақ шынайы. Жақсы, деді ол ақырын. Бірақ бұл жолы аян болмайсың. Данияр басын изеді. Енді тек Данияр. Сол сәтте олардың арасында жаңа бір әңгіме басталды. Өтіріксіз, қорқынышпен болса да шынайы. Ал махаббат бұл жолы шындықпен сыналатын болды.